сәлеметсіздер ме? Менің атым Жанел, менің жасым неште? Мен Астана қаласындағы Фатстакит оқу орталығында оқимын. Менің ең сүйікті кейіпкерім профессор Фастызы. Біз онымен ойланамыз, ізденеміз, жаңалықтар ашамыз. Бүгін мен сіздерге Фастакитта болған ең қызықты тәжірибемен бөлісетін боламын. Жаңа таудың атқылауы. Мынау менің кішкентай жаңа тауым. Ол үшін бізге ас содасы, лимон қышқылы, сірке суы және де бояғыш керек. Неге осылай болады? Білесіздер ме? Себебі сірке суы қышқыл, а сода суы сілті. Сонда сол көпіршік жаңа таудың лавасы деп атайды. Тағы бір қызық, біз сабақта түрлі елдермен танысамыз. Егер мүмкіндік болса, мен Жапонияға барғым келеді. Себебі ол жақта жаңа тауы көп, адамдар ақкөңілді. Фастакит бағдарламасы мені армандауға, ізденуге, өз күшіме сенуге үйретті. Сондықтан мен Фастакитті өте жақсы көремін.